Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өз каналымда ИП-ны қалай тоқтатуға болатындығын көрсететін боламын. Бұған дейін мен сіздерге ИП-ны қалай жабуға болатындығын көрсеткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыз, осы видеоны міндетті түрде көрсеңіздер болады. Бұл жерде ИП-ны қалай мүлдем жабуға болатындығын толық әрі нақты көрсеткен болатынмын. Ал енді бүгін мен сіздерге ИП-ны жүргізбейтін болсаңыз, оны уақытша тоқтатуға болады және оны қалай жүзеге асыру керек, осы видеода толық әрі нақты танысатын боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, өзіңізге қажетті білімді алып үйреніп алыңыз. Ал енді достар, көруге дайын болсаңыздар, міндетті түрде Іскер Азамат YouTube каналының дамуына өз үлесіңізді қосу мақсатында каналға тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз, және лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ендеше видеоны көруге дайын болсаңыздар, біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен Google-дың поисковигіне біз салық кабинеті деп жазамыз. Бірінші сілтеменің үстінен басып кіретін, яғни ECP арқылы кіру дегенді басамыз. Өзіміздің ECP-міз қай жерде орналасқан, соны көрсетуіміз қажет болады. AutoSPен кіреміз және мұндағы жерге паролімізді енгізеді. Выбрать дегенді басамыз. Салық төлеушінің кабинетіне кірдім. Егер сіз салық төлеушінің кабинетіне бірінші рет кіріп тұрған болсаңыз, онда сізде біршама мәселелер туындауы мүмкін. Ол мәселелерді қалай шешу керек, мен өз YouTube каналымда көрсеткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде кіріп қарасаңыздар болады. Міне мынау видеода мен қалай салық төлеушінің кабинетіне кіру керек екендігін көрсеткен болады. Ал енді достар, міне ИП тоқтататын ECP арқылы кірдік. Өзіміздің ИП-мізді тоқтататын болсақ, немесе бір қандай да бір клиенттің ИП-сын тоқтататын болсақ, осылай ECP арқылы кіреміз және міндетті түрде выпискасын тексереміз. Онда ешқандай да қарыз болмау және барлық отчеттар тапсырылу. Ең алдымен біз сіздермен выпискасын қарайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен лицевой счет дегенге, міне выписка дегеннің үстінен басамыз. Бұл жерден отчеттар тапсырылғандығына көз жеткізуіміз қажет болады. Міне осы жерден біз когодысын қараймыз және ИП ашылған кезден жабылғанға дейін аралығында ешқандай қарызы бар ма жоқ па, соны тексеретін болады. Бұл жерде запросить данные деген батырманы басамыз. Де осындай бет ашылады. Обновить страницу дегенді басқаннан кейін. Одан кейін открыть в браузер, болмаса скачать файл деп ашсаңыз болады. Открыть браузер дегенді басып ашамын. Енді осы жерде, осы документтің ішінде начисление дегеніміз біздің төлеген ақшаларымыз. Уменьшені дегеніміз азайтқан суммаларымыз болады. Және уплачені дегеніміз төлеген суммаларымыз болады. Возвращенеді қайтарылған сомалар көрсетіліп. Міне осы жерде ең соңғы сальдо на конец периода деген жерде, осы жерде сізде қарыз бар жоғы көрсетіліп тұрады. Егер сізде осы жерде минус қандай да бір сома көрсетіліп тұрған болса, міндетті түрде ол соманы төлеп, 3 күннен кейін ИП-ны тоқтатуға өтініш берсеңіз болады. Оған дейін сіз ИП-ны тоқтатуға отчет бере алмайсыз. Неге десеңіз, мынау қарызыңыз шығып тұрады. Оны міндетті түрде төлеп барып, тоқтатуға беру қажет. Оған дейін беретін болсаңыз, сізге отмена келеді. Енді біз сіздермен екіншісіне көшеміз. Яғни ИП-ны тоқтататын кезде міндетті түрде қарызыңыз болмау қажет және отчет тапсыруыңыз қажет. Кассаны учеттан шығармасаңыз да болады ИП-ны тоқтататын кезде. Енді біз сіздермен отчетты қараймыз. Қазір міне формы дегенді, журнал формы дегеннің үстінен басамыз. Найти деген батырманы басамыз осы жерде. Міне осы жерде бізде очередная екінші полугодие 2022 жылы жіберілген отчетымыз. Енді бұл қазір бізде 2023 жылы бірінші полугодияның отчеты. Бірақ отчетқа әлі уақыт бар. Дегенмен біз ИП-ны тоқтату үшін отчет тапсырудың уақыты келмесе де, яғни отчет бірінші 2023 жылдың бірінші полугодиясын отчетін тапсырып барып, жабуға өтініш беретін боламыз. Ал енді біз сіздермен отчет тапсыруға көшеміз. Ол үшін міне настройка списка формы деген батырманы басамыз. Осы жерден 2023 жылдың первый полугодиясын тапсыруымыз қажет. 910 упрощенный декларация бойынша. Міне осы жерде
біздің бірінші барлық данныйларымыз көрсетіліп тұрады. Осы жерде год, мына жерде полугодиясын таңдаймыз. 2023 жылдың қазір 4-ші айы, яғни бірінші полугодия болып есептеледі. Бірінші полугодияны таңдаймыз. Содан кейін не ведет бухгалтерский учет деген батырмаға галочка қоямыз. Және бізде очередная болады. Бұл отчет, өйткені біз бірінші рет отчет берейін деп тұрған жоқпыз. Бұл біздің кезекті отчетымыз. Және осы жерде резидент деген батырманы басамыз. Қалған жерлеріне тиіспейміз. Бұл бірінші страницадағы барлығын толтырып бітті. Егер сізде осы жерде доход болса, доходтарыңызды көрсетесіздер. Егер болмаған болса, менде болған жоқ, мен көрсетпеймін. Және екіншіде социальный отчисление егер болған болса, сіздерде осы жерде енгізіп көрсететін боласыздар. Ал енді бізде ешқандай социальный отчисление, доход болған жоқ, сондықтан да мен ештеңені толтырмаймын. Мына жердің барлығына 0 қойып шығамын. Так, енді мен 4-ші бетке өтемін. Сразу осы жерге мен органов государственных доходов по месту жительства дегенге өзіміздің кодымызды енгізетін боламыз. Яғни осы жерге код налоговый органовты енгізуіңіз қажет. Егер оны білмейтін болсаңыз, бағана біз аштық, міне ОГД деген осыны копировать етеміз дағына. Осы жерге келіп қоямыз. Ставить етіп қоямыз. Так, 400 осыны қойғаннан кейін мына жерде үстінен басып қоятын болсақ, міне Қызылжарский районы выбрать дегенді басамыз. Және мынау екінші бетке жазамыз. Мынау 3 точканың үстінен басатын болсаңыз, осындай бет ашылады. Осы жерге жаңа копировать еткен ОГД-мызды аламыз, дағыны қоямыз и осыны выбрать етіп таңдаймыз. Енді біз барлығын толтырдық. Проверка заполнение дегеннің үстінен басып, қате бар жоғын тексеріп аламыз. Не ошибка нет деп тұр. Окей деген батырманы басамыз. Сосын міне отправить ОГД дегенді басамыз. Очередная форма, 910 форма. Отправить окей деген батырманы басамыз. Осы жерге эрсамен қол қоятын боламыз. Өзіміздің папкамыз орналасқан жерді көрсетеміз. Міне біз папкамыз орналасқан эрсамен қол қоятын боламыз. Өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз осы жерге. Выбрать дегенді басамыз. Міне отправка успешно завершена деп тұр. Открыть уведомление дегенді бассаңыз. Міне сіздің очередной отчетыңызды принято деп тұр. Ал енді бізде ешқандай қарыз жоқ, оны тексердік және өзіміздің отчетымызды бердік. Енді біз ИП-ны тоқтатуға өтініш береміз, заявление толтырамыз. Ол үшін міне налоговое заявление дегенді үстінен басуымыз қажет болады. Міне осы жерде міне приостановление, представление налоговой отчетности дегеннің үстінен басамыз. Сіздерде осындай бет ашылады. Бірінші, екінші номерде сіздердің данныйларыңыз көрсетіліп тұрады. Сосын астында мыналарды толтыруымыз қажет. Мына үшінші номерде біз осы жерде статьяны көрсетеміз. Егер упрощенный болатын болса, 213-шіні белгілейтін боламыз. Егер патент болатын болса, 214-ті белгілейміз. Біздің жағдайымызда упрощенный, сондықтан да 213-шіні біз белгілейтін боламыз. А деген страницада бізде қай уақыт аралығынан дейін тоқтатамыз, соны көрсетеміз. 26 жылдың 28 февралына көрсетейін. Күндерді енгізіп болғаннан кейін мына жерге ОГД-сын жазамыз. Біз болған дейін жаздық оны. Міне выбрать деп таңдаймыз. Осы данныйлардың бәрін толтырып болғаннан кейін біз проверить заполнение дегенді басамыз. Міне ошибка нет деп шықты. Енді осыны сохранить в кабинете НПФ дегенді басамыз. Одан кейін отправить ОГД дегенді басып, осыны жіберетін боламыз. Окей деп басамыз. Одан кейін осы жерде өзіміздің цехымыздың орналасқан жерін көрсетеміз. эрсамен қол қоямыз. Мына жерге паролімізді енгізетін боламыз. Выбрать деп басамыз. Так, міне осылай отчеттар нелеріңізді жіберсеңіздер болады. Так, енді мына жерде найти деген батырманы басатын болсаңыз, сізде шығады жабылған, жабылмағандығы. Яғни действие перемещение деген жерде қай кезде ашылды, жабылғандығы, қай аралыққа дейін жабылғандығы көрсетіліп тұрады. Біз бүгін жібердік, енді 2-3 күннен кейін бізде осы жерде жабылған, жабылмаған тұрады. Болмаса ошибка осы жерде шығып тұрады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.